Ертең арафа күніндегі ораза бойынша кененірек айтып бересіз дейді. Ертең арафа емес, бізде елде бұл арафа деп айтылып қалған. Ертең шек күні, оразаның бірінші күні же бірінші емес пе деп айтылады. Негізі арафа деген бұл айт арафа Құрман айттың алдындағы 9-шы Зулхиджа арафа болып есептеледі. Ертең күн арафа деп айтылбайды, және ел осында ғана арафа болып қалған. Чынығы арафа бұл ошол Құрман айттың алдындағы күнді арафа дейбіз. Ошол күнді арафа десек жақсы болады, елге де шуны адат қылыш керек. Ертең күн бұл шек күні. Оразаның бірінші күні екен, же Шабан айының 29-30 күні екен деген шек болғандықтан, ораза емес екені білінбегендіктен, ертең күнді шек күні деп айтабыз. Ол таласта чек күні деп, четтік күні деп айтышады. Кейбір жерлер шөнтіп арафа деп айтады. Бірақ ертеңгі күн шариаттың тілімен айтқанда шек күні. Шек. Ертең ораза қармау айттылы. Егер көпчілік қарапайым қалып, ораза қармау ағаны жақшы. Түшке чейін ораза дой болып, ораза ниет қылбай, шөнтіп ашқа тұрған болса, болу береді, анан түшті açıp alat, oroza emez ekeni bilingenden giyin. Negiz bu kitaptaki aytılgan söz. Biroq bizdeki erteğimiz bir sugün ekendigi oroza anık ele bolup kalgandygyn ulamalar aytıp atat. Şondan erteň oroza garmabayt, erteň tarawihge gana dayardanasiz.